2013 жылдың мыс өндіру көлемі бойынша Қазақмыс компаниясының жылдық жоспары толығымен орындалды. Жалпы катод эквивалентімен 294 мың тонна мыс өндірілді. Компания басшылығының пікірінше, бұл компания қызметкерлерінің ерен еңбегінің нәтижесінде мүмкін болды. 2013 жылы Қазақмыс келешегіне зор үміт күттіретін мыс қоры мол Ақтоғай және Бозшакөл кеніштері жобасына ерекше ден қойды. Кәсіпорын шығынын оңтайландырып, салалық емес активтерді қысқартты. Өткен жылы Қазақмыс компаниясы 39 миллион тоннадан астам кен өндірді. Аталған көрсеткіш 2012 жылмен салыстырғанда 4% артқан. Бұған Қоңырат және Нұрқазған кенішіндегі өндіріс көлемін арттыру арқылы қол жетіп отыр. 12 айда кен құрамындағы мыс көлемі орта есеппен алғанда 0,99%-ды құрады. Күміс, мырыш қоспашы және алтын сынды ілеспе өнімдерде болжаған деңгейден артық өндірілді. Былтырғы жылдың 12 айында 14 миллион унциядан астам күміс алынды. Ал 2012 жылы өндірілген күміс көлемі 12,5 миллион унцияны құраған болатын. 2013 жылы 134 мың тонна мырыш қоспасы, 108 мың унция алтын өндірілді. Жыл қорытындысы бойынша ішкі электростанцияда электр энергиясын өндіру көлемі 3%-ға, ал сыртқа сатылған электр қуатының көлемі 13%-ға артқан.